Қайырлы күн, менің атым Рамазан. Мен маркетинг агенттігінде project менеджермін. SMM маманы немен айналысады? SMM менеджері әлеуметтік желілерде компаниялардың және жеке брендтерді жылжытумен, сондай-ақ маркетингтік стратегияларды, бренд қауымдастығын және компаниялардың репутациясын қолдаумен айналысады. Айналадағы трендтердің артынан қалай үлгеруге болады? Менің ойымша, ең біріншіден әлеуметтік желілердің белсенді пайдаланушысы болуыңыз керек. Әйтпесе өзіңіз пайдаланбайтын нәрсені қалай сатуға болады. Сондай-ақ идеяны жылжыту үшін жаңа құралдар мен маркетинг идеялары туралы ақпараты бар әртүрлі пабликтерге жазылу пайдалы. Онда сіз әрқашан пайдалы ақпаратты таба аласыз. Қай әлеуметтік желі ең маңызды болып саналады? Шын мәнінде ең маңызды әлеуметтік желі жоқ. Барлық желілер әртүрлі және әртүрлі қажеттіліктер мен мақсаттар үшін қажет. Мысалы, сіздің мақсатты аудиторияңыз 40 жастан үлкен, бизнеспен айналысатын адамдар болса, онда сіз Facebook'ты сынап көруіңіз керек. Жастар көбінесе TikTok'та отырады. Сондай-ақ, әр әлеуметтік желінің ерекшеліктерін ескеру қажет. Instagram үшін визуал маңызды, ал Telegram үшін сатуға көмектесетін, былай айтқанда, сатушы мәтін маңызды. SMM маманының жалақысы неге байланысты? Барлық мамандықтарда сияқты, маманның тәжірибесі мен кәсібилігіне байланысты. Сен нарықта неғұрлым ұзақ болсаң, соғұрлым жобаларды көбірек жүргіздің деген сөз. Сондықтан тапсырыс берушіге көбірек сатылым әкелесің. Мысалы, басында 60 мың теңгеден бастауға болады. Ал максималды жалақы SMM маманы үшін мүлдем шектелмеген. Барлығы оның жұмыс көлеміне байланысты. Келешекте SMM маманына қандай дағдылар қажет болады? SMM маманына ивент менеджердің, яғни іс-шараларды ұйымдастырумен айналысатын адамның дағдылары қажет деп санаймын. Қазіргі кезде әлеуметтік желілер ойын-сауыққа бағытталуда және жаңа активитилерді ойлап табу үшін сіз ивент менеджері болуыңыз керек. Сондай-ақ SMM менеджері посттар үшін визуалдар мен бейнероликтерді жасаудың нюанстарын түсіну керек. Сауатты жазу, жалпы сауатты болу өте маңызды. Жалпы SMM бұл шексіз даму саласы. Сен күнде жаңа нәрселерге үйренетін сала. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңа сау болыңдар.